Хакім Ұлықпан жасы 90-ға жетіп, көзі кіреукеленіп, қол-аяғынан әл азайған кезінде бір үйдегі өзі қатарлылардың ортасына келіп жайғаса беріп, «Туғанда 6 едік, өле-өле 7 болдық-ау», депті. Оның бұл сөзіне таңырқай қарап, мән-мағынасына түсінбеген құрдастары, «Әлгі отыра бере айтқан сөзіңіздің төркініне түсінбей қалдық-ау», деп оған аңтарыла қарапты. Сонда хакім Ұлықпан, «Түсінбейтін несі бар? Туғанда 2 қолыңыз, 2 көзіңіз, 2 аяғыңыз 6 еді. Енді анау қосылған жоқ па?» деп қабырғадағы сүйеулі тұрған таяғын көрсеткен екен. Жүрек пен тіл. Өсиет әңгіме. Ұлықпанның әкесінің аты Бағыр. Ұлықпан көп жасаған адам. Ол Дәуіттің тұсына дейін өмір сүрген, Дәуіттен білім алған. Ұлықпан хакім 1000 жасаған деген осыдан қалған екен. Оның аты Ұлықпан. Атына жалғас айтылатын хакім арабша өкім жүргізуші деген мағынаны білдіреді. Ол ғылыммен даңқы шыққан, ғылымды үйренуде, зерттеуде кәміл болған, үкім жүргізуде әділ болған, кең ойлы, көркем мінезділігімен жұртқа танылған. Бұл Ұлықпан хакімнің ерекшелігі еді. Біреу Ұлықпаннан бір нәрсені сұраса болғаны, ол мүдірмей кесімін айтқан. Ұлықпан Дәуітке бірнеше ай жолдас болып, одан тәлім-тәрбие алады. Бір күні Дәуіт Ұлықпанды шақырып алып, «Бір қойды сойып, 2 жақсы мүшесін алып кел», деп бұйырады. Ұлықпан бір қойды сояды да, қойдың тілі мен жүрегін алып келеді. Дәуіт тағы бір күні Ұлықпанды шақырып алып, «Бір қойды сойып, 2 жаман мүшесін алып кел», деп тапсырады. Ол бір қойды сойып, оның да тілі мен жүрегін алып келеді. Сонда Дәуіт, «Мен 2 жақсы мүшесін алып кел деп едім, тілі мен жүрегін әкелдің. Ал 2 жаман мүшесін әкел десем де, тілі мен жүрегін әкелдің. Мұның себебі не?» деп сұрайды. Сонда Ұлықпан, «Тіл мен жүрек жақсылық пен жамандықтың қайнары. Бұл екеуі жақсы болса, адам жақсы болады да, бұл екеуі жаман болса, адам жаман болады. Өйткені тіл жүректің жаршысы. Жүрек нені ойласа, тіл соны сөйлейді», деп жауап береді Ұлықпан. Дәуіт Ұлықпанға бұл істі сынау үшін тапсырған еді. Ақыры ол дұрыс істеді деп разы болады.